Қайырлы күн, Шымкент қаласының жастары. Жалпы менің есімім Бейбарыс болады. Қазіргі таңда осы IT бизнес групп компаниясының негізін қалаушы. Қазір білесіздер, 21-ші ғасыр ақпараттық технология заманы. Яғни мен жалпы қазіргі таңда осы Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасымен және Шымкент қаласының әкімдігінің ақпараттық сайтымен жұмыс жасап жатырмын. Осы қазіргі таңда IT бизнес групп компаниясы біраз жобада, біраз мөлшерде үлкен инновациялық жобаларды іске асырды. Яғни оның бірі қазіргі кезде Шымкент қаласында медициналық мекемелерге, яғни 33 медициналық мекемелерге QR-код жүйесін іске қостық. Яғни бұл жүйенің ерекшелігі әр пациенттер өзінің арыз шағымын қалдыра алады. Және де бұл ақылды емхана жүйесі қазіргі жаңа инновациялық технология болып отыр. Кез келген пациент мысалға әр мекемеге барған кезде QR-код тұрады. Сол QR-код қосымшасына жүктеген кезде ол ссылка бойынша өтіп, ол жерде өзінің арыз шағымын қалдыра алады. Және де комментарий қалдыра алады. Осы 5 шкаламен біз қойдық. Осы 5 шкалада анкета тұратын болады. Яғни біздер қазір осы қоғамға сәйкес осы IT бағытын дамытып жатырмыз. Осы Шымкент қаласының осы жастар ресурс орталығында осы жаңадан еліміз үшін 30 жоба ұйымдастырылып отыр. Сол жобаның жеңімпазы болдым. Яғни қазіргі таңда осы жастарды IT жобасына шақырамын. IT-дің және де бізде жаңа жобалар қосылып жатыр. Яғни оның бірі бізде қазір академия ашылып жатыр. Сол бойынша біздің сайтымызға өтсеңіздер болады. Ал күндеріңіз сәтті өтсін достар.